Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге бауыр ауруының ең алғашқы белгілері жайында айтатын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Және де достар, сіздерден өтініш, менің каналыма келіп қазақша контенттің дамуына үлес қоссаңыздар. Адам ағзасындағы ең тыныш дене мүшесі бұл бауыр болып саналады. Бауырда жүйке талшықтары болмағандықтан көп жағдайда бауыр ауруы симптомсыз өтеді. Тек бауыр қатты асқынған жағдайда ғана адамға белгі бере бастайды. Денсаулыққа немқұрайлы қарау себебінен ауруды асқындырып аламыз. Адамның бауыры өзін-өзі тазартатын жалғыз ағза. Бауырдан 1 минутта 1,5 литр қан өтеді. Қанның 70% ішек пен құрсақ қуысына өтеді. Күн сайын 600 мл өт бөлінеді екен. Ол 30-ға жуық биохимиялық функцияларды орындайды. Бауыр ағзадағы ең үлкен без болып саналады. Оның салмағы 1,5 кг. Осы салмақпен ол 70 функциясынан көп жұмыс жасайды. Бұл орган 2 қабатты қабықша болып табылатын арнайы капсулада орналасқан. Бауыр өте төзімді және пайда болған проблемаларға қарамастан ұзақ уақыт жұмыс істей алады. Бауыр өзіне түскен күшті еңсере алмағанда қандай белгілер пайда болуы мүмкін? Бауыр бүлінгенде бел, іш және оң иық ауруы мүмкін. Кейде тіпті ауырсыну сезімі мүлдем болмайды. Бірінші белгі бұл шаршағыштық. Яғни адам үнемі шаршап, әлсіз болып жүреді. Шаршау бұл қалыпты, алайда мұндай жағдайда бауыр ауруының айқын белгілерінің бірі болып табылады. Егер өзге ауруларды, инфекцияларды ескермесек, онда үнемі шаршай беру біздің ағзамыздың сүзгісінің ауыратынын білдіретін белгі ретінде назар аударуымыз керек. Адам күнделікті уақытымен ұйықтап тұрса да, ұйқысының қанбауы, шаршап, әлсізденіп, өзін мүлдем күші жоқ сияқты сезінуі бұл ағзаның улана бастағанын білдіреді. Бауыр ағзаға келіп түскен барлық уыттарды өңдей алмайды. Бауыр ауруын айғақтайтын барлық белгілер бұл ғана емес, басқаларын да қарастырайық. Екінші белгі оң жақ қабырға астының ауырсынуы. Жалпы бауыр ісінген кезде ғана оң жақ қабырға асты ауыра бастайды. Бауыр ісінген кезде сыздап ауыра бастайды және науқасты үнемі мазалайды. Адам ыңғайсыз күйде жатса, немесе кілт қозғалатын болса, ауырсыну белгілері одан сайын өршіп, жайсыздық тудырады. Үшінші белгі бүйір жақтағы немесе іш айналасындағы ауырсынулар. Науқас ауруды сезінбей, бүйір жақта немесе іш айналасында ауырсыну белгілерін сезінуі мүмкін. Ауырсыну белгілері өт шығарудағы мәселелері болғандықтан немесе бауыр жолдарында іркілу орын алғандықтан пайда болады. Науқаста мұндай белгілер цирроз кезінде немесе ағза созылмалы қабынған кезде, адамдар өскін пайда болғанда немесе гепатитпен ауырғанда пайда болады. Төртінші белгі бұл терідегі өзгерістердің пайда болуы. Бауыр қанды уытсыздандыруға шамасы келмеген кезде без қызметінің бұзылғанын адамның терісі мен бетінде біліне бастайды. Бауыр ағзаны уландыратын уыттардан, бос радикалдардан, заттардан қанды тазартып үлгермегендіктен осындай жағдай орын алады. Бұл заттарды шығару қызметі теріге ауысады және онда бауыр ауыратынын білдіретін белгілер пайда болады. Тері арқылы зиянды заттар бөлініп жатқанын көрсететін алғашқы белгілер бұл денеде және бетте қан тамырлардың жұлдызшалары пайда болады. Олар көп және қызыл түсті қылтамырлардан бұтақшалар болуы. Бұл бауыр зиянды заттарды нашар шығарып жатқанының айқын белгісі. Екі ұрты, бетін осындай қылтамырлар қаптап кетсе өте қауіпті. Қолтықта немесе алақанда пигменттер, дақтар пайда болуы мүмкін. Олардың түсі көбінесе сұр күлгін немесе қола түсті болады. Тері солғын тартады. Бұл цирроз немесе қандай да бір сары ауру кезіндегі жиі кездесетін белгілер. Тері балауы сияқты көрініп, сарғыштанады және жансыз сияқты көрінеді. Қылтамырлар әлсіз және қан нашар ұйытым болса, жеңіл-желпі жарақат алған кезде көгерген жерлері көп болады. Мұндай мәселелер бауыр қанның ұюы мен тазаруына жауап беретіндігінен пайда болады. Кейде теріні саусақпен жаншығанда өзінде басқан жер көгеріп қалады. Адамда өттің ағып шығуы кезінде мәселелер болса, қабағында майлы түйіншіктер пайда болады. Оның үстіндегі тері сары түсті және жіңішке болады.
Келесі белгілері аппетиттің жоғалуы, нәжістің ақ түске енуі, яғни билирубин сіздің нәжісті кетіреді. Бауырдың функциясының бұзылуы нәжістің түсін өзгерте алады. Бұл қазіргі кезде цирроз, ісік, өт тастар, кисталар немесе гепатит сияқты клиникалық көріністі білдіреді. Мұндай өзгерістер ұзақ уақыт бойы байқалса, маманға хабарласыңыз. Сонымен қатар зәрдің А типті емес түсі. Бауырдың бұзылуы билирубиннің өніміне әсер етуі мүмкін. Бұл жағдайда бүйректер оның шығарылуын дамытады және пигментті денеден несеп арқылы шығарады. Билирубин жоғарылағанда зәрдің түсі ашық сарыдан қызғылтқа, алтынға немесе қоңыр түске дейін өзгереді. Және іштің қатуы, диарея, іш қандары секілді белгілерде пайда болады. Бауырдың қатты зақымдануы ішек трактісіне де әсер етеді. Бауырдың тамырлары мен артерияларында жоғарғы қан қысым қан тамырлардың жарылуына алып келеді. Бұдан кейін асқазанда ішек арқылы өтетін қан кетеді. Сондықтан достар, осы белгілер пайда болған кезде міндетті түрде дәрігерге көрініп, өз денсаулықтарыңызды ретке келтіріңіздер. Сіздермен бірге болған жүз жаса каналы, менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көп рахмет. Сауда саламат болыңыздар.